өзіңізді өзіңіз жей бермеңіз, мен қарыз екенмін, не екенмін деп. Олардың да қателігі бар. Сіздің жағдайыңызды түсінбей, ертең төлей алатын қабілетіңізге қарамай, сізге не беріп жатқан, жаңағы кредит беріп жатқан, олардың да өздерінің, олар кәсіпкер ғой. Олар кәсіпкер. Мысалы үшін сіз бір жерден барасыз да овощи сатып аласыз. Мысалға айтып отырғаным ғой, кәсіпкер болып. Оны бір жерге апарып сатамын дегенше, ол бұзылып кетті. Сіз сата алмай қалдыңыз. Қайтадан келіп жаңағы жеміс-жидекті алған адамға айтпайсыз ғой, барып мен сатайын деп едім. Жеміс-жидегім бұлжырап кетті, мен сата алмай қалдым. Ақшамды қайта деп айтпайсыз ғой, сол сияқты ғой. Олардың да сол тәуекелі. Олар сізге кредитке ақша беріп, соны пайдаланған үшін сыйақы алып өмір сүреді. Кәсібін жүргізеді. Сондықтан олардың тәуекелі. Сізге басында беретін кезде олар мың ойланып барып беру керек. Қайтара ала ма, қайтара алмай ма? Жағдайыңыз келмесе қайтып бермеу керек. Сіз кредитті төлей алмай қалып отырсыз, сіздің жағдайыңыз келмегеннен емес, апа. Сіздің жағдайыңыз келетіннен артық мөлшерде кредит бергеннен. Түсіндіңіз ба? Сіз көтере алмайтын жүкті беріп тұр ғой сізге.